Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Қасиетті Рамазан айында ортаңғы күндеріне келіп жеттік. Осы күндерде тұтқан оразаларымызды, жасаған тағат ғибадаттарымызды, Алла жолына жұмсаған ізгі істерімізді Алла Тағала қабыл еткен болсын. Міне ардақты ағайындар, жақсылық жасау баршамыздың міндетіміз. Рамазан айы жақсылықтың айы болғандықтан, Маңғыстау облысы орталық Бекет ата мешіті жанынан құрылған ізгілер жолы еріктілер тобының ұйымдастыруымен аз қамтылған 100 отбасыға қайырымдылық шарасын ұйымдастырып отырмыз. Бұл ізгі шара Рамазан айы бері жалғасып келе жатыр. Бұдан кейінгі күндерде де осындай ізгі амалдарымыз жалғаса береді. Ең бастысы, еліміз аман, аспанымыз ашық, іргеміз бүтін, заманымыз бейбіт болсын. Осы Рамазан айынан келесі жылғы Рамазан айына дейін амандықпен қауышуды Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін.